Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз гироскоп датчиктерді қолдана отырып, Лего роботтарын құрастырып, робототехниканы зерттеуді жалғастырамыз. Алдымен үй тапсырмасын тексеріп алайық. 78-ші беттегі ребусты шеш. Осы сөзбен сөйлем құра. Жарайсыңдар. Бұл ребуста робот сөзі жасырынған екен. Енді сіздерге бірнеше сұрақтарға жауап беруді ұсынамын. Робот дегеніміз не? Біз роботтарды қай жерде кездестіреміз? Роботтар не үшін қажет? Датчик дегеніміз не? Датчиктардың қандай түрлерін білесіз? Жарайсыңдар. Робот дегеніміз алдын ала белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс жасайтын әр түрлі механикалық операциялардың түрлерін жасауға арналған автоматты құрылғы. Біз роботтарды үйде, жұмыста, медицинада және де тағы да басқа жерлерде кездестіреміз. Роботтар адамдардың жұмысын жеңілдету, қауіпті жұмыстарды орындау, ерекше дәлдікті қажет ететін жұмыстар үшін қажет. Датчик дегеніміз бұл түрлі ақпаратты өлшеуге арналған құрылғы. Температура, жылдамдық, түс және де дыбыс. Датчиктердің қолдануына қарай 4 түрге бөлінеді. Жанасу датчигі, гироскоп, түс датчигі, ультрадыбысты датчигі. Сабақтың тақырыбы: гироскопиялық датчик. Сабақтың мақсаты гироскопиялық датчиктің жұмыс істеу принципін түсіндіру. Роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін бағдарламалар жасауды білу. EV3 бұл датчиктармен, қозғалтқыштармен, бағдарламалық жасақтамамен және EV3 микрокомпьютермен жұмыс істеу арқылы информатика, физика, техника және математика сияқты пәндерді оқытудың тамаша құралы. EV3 микрокомпьютері роботтың басқару орталығы мен электр станциясы ретінде қызмет етеді. Бастауыш сыныптан бастап датчиктардың 4 негізгі түрін білесіңдер. Гироскоп датчигі, жанасу датчигі, ультрадыбыстық датчик және де түс датчигі. Бүгін біз гироскоп датчигін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Гироскоп роботтың айналу бұрышын немесе айналу жылдамдығын өлшеуге арналған. Гироскопиялық датчиктің негізгі қызметі иілу бұрыштарын өлшеу, градус, секунд бойынша айналу жылдамдығын өлшеу. Гироскопиялық датчик корпусының жоғарғы жағында 2 қызыл бағыттауыш жебе орналасқан. Ол датчик жұмыс жасайтын жазықтықты білдіреді. Сондықтан роботқа датчикті дұрыс орнату маңызды. Гироскопиялық датчик дәлірек өлшеу үшін оны қозғалмайтындай етіп мықтап бекіту керек. Робот тік бағытта қозғалғанда гироскопиялық датчиктің бұрылу жылдамдығы мен бұрышын өлшеу кезінде қателік болмау үшін датчиктің көрсеткіштерін нөлге келтіру керек. Роботтың сағат тіліне қарсы бұрылуы теріс мәндерді, ал сағат тілі бағытымен бұрылуы оң мәндерді береді. Гироскоптың жұмыс принципі қандай? Гироскоп датчигі программалық блокта сары палитрасында орналасқан. Бұл бағдарламалық блоктың 3 режимі бар: өлшеу, салыстыру және қалпына келтіру. Өлшеу режимінде бұрыш, жылдамдық немесе бұрыш пен жылдамдықты бір уақытта өлшеуге болады. Біз гироскопиялық датчикті жинаймыз және нұсқауларды орындап EV3 модуліне қосамыз. Тапсырма: кестені дәптеріне толтыр. Гироскоптың 3 режимін жаз. Бірінші режим өлшеу, екінші режим салыстыру, үшінші режим қалпына келтіру. Жарайсыңдар. Керемет жұмыс. Үй жұмысы. 83-ші бетте үй тапсырмасын орында. Лего бағдарламалық жасақтамасының сары палитрасында қандай сенсорлар бар екенін талдап айтыңыз.